Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен байланысқа шығып отқан Рой кооперативінің салымшысы Наралиева Зофия. Сіздермен арнайы мен байланысқа шығып отырмын, себебі мынау Рой кооперативінде болып жатқан тексерістер болып жатыр. Аллаға шүкір, тексерістер болсын, ең бастысы адалынан болсын деп тілейміз. Және мынау телеарналарда, әлеуметтік желілерде көрсетіліп жатқан жалалар, жаңағы қауесеттер өтін бәрі жалған. Және айтып жатыр ғой, Рой кооперативі финансы пирамида деп. Жоқ, ондай финансы пирамида емес. 100% адал, 100% сенімді, халық үшін арналған, және ешкімді ешкім зорлап бұл жерге тіркемейді. Бәрі өз еркімен баспаналы болу үшін, баспаналы болу ниетімен тіркеледі. Мен осы жалаларды көріп таң қалам адамдарға. Негізі адам жақсылықты жарысу керек қой, шүкір жақсы сынақ болады, ол аяқтан шығатын адамдар болады, бірақ дегенмен адамның ары қалай барады екен деймін, адамның ары қалай жібереді, сол болмаған нәрсені болып деп айтып, істемеген нәрсені істеді деп айтып, Арген Орынғалиевичке тіл тигізіп, мынау жала жауып отқан кісілер Арген Орынғалиевичке тіл тигізбеңіздер. Жаланың күнәсі өте ауыр болады. Мүмкін бұл дүниеде жеңіп кететін шығарсыздар. Жала жауып, бетбақтанып, қандай да бір әйтеуір бір қитоқы тірліктерді тауып алып, дәлелдерді тауып алып, бір мүмкін керемет болып жеңіске жететін шығарсыздар. Жоқ, ертең күнді ойлаңыздар, Алладан қорқыңыздар. Алланың жазасы өте ауыр болады. Негізі мынау жалаға еріп, соны қолдап отқан кісілер, сіздерді қорқыңыздар. Мен лично өзім осы Рой кооперативіне баспаналы болатынына сенемін. Себебі мен данный момент басымда баспана жоқ. Мен жылап отқан себебім басымда баспана болмағаны үшін емес. 15 жыл болғапты арендада жүргеніме. Просто адамдарға таң қалам, сондай жала жауып отқан. Кооперативке, Рой кооперативіне, Арген Нұржанов Арген Орынғалиұлына ешқашан жала жаппаңыздар. Зардабын тартасыздар. Зардабы қиын болады. Просто мен шынымен де жала жабатын, жоқ нәрсені бар деп, бар нәрсені жоққа шығаратын адамдар түсіне алмаймын. Аллаға шүкір етіңіздер. Осындай Қазақстанда, осындай кооператив, Рой кооператив барына, осындай Қазақстанда өздеріңіздің Нұржанов Арген Орынғалиұлы балаларыңыздың барына Аллаға шүкір етіңіздер. Біреуіңізге аға, біреуіңізге бала, біреуіңізге бауыр болады. Аллахқа мың шүкір етіңіздер. Қаншама қазақ баспаналы болып жатыр, қаншама қазақ иншалла баспаналы болады. Мен білмеймін, айтарға сөзім жоқ. Жала жабатын адамдарға вообще сөзім жоқ. Жала жаппаңыздар. Бірақ нәрсе айтамын, жала жаппаңыздар, зардабын тартасыздар. Ертең күнді ойлаңыздар, бүгінгі бұл дүниені ойламаңыздар, ертең күнді ойлаңыздар. Менің баспанасыз қалғаныма, басқа халықтың баспанасыз қалғанына себепкер болмаңыздар, жала жауып отқан кісілер. Менің баспаналы болуыма, басқа да халықтың баспаналы болуына себепкер болыңыздар, жақсылықты жарысыңыздар. Рой кооперативіне зияндарыңызды тигізем деп ойламаңыздар. Қанша зияндарыңызды тигізем деп ойласаңыздар да, Алла қаламаса сіздер тигізе алмайсыздар. Сондықтан жақсылықты жарысыңыздар, ойланыңыздар. Қандай да бір әрекетке баратын кезде, ауыздарыңыздан да қандай бір сөз шығатын кезде, жаңалықта СМИде болып жатқан қандай да бір нәрселерге бас салып бейді өсекке еріп кететін кезде, ауыздарыңыздан шыққан сөзге еге болыңыздар. Себебі 10 күнәнің 9-ы тілден. Және амалдарыңызда абай болыңыздар. Рой кооперативіне жала жаппаңыздар. Сіздермен
арнайы тікелей эфирге осы видео жолдап отқан мен Наралиева Зүлфия, Тараз қаласының Орой кооперативінің салымшысымын. Халықтың көз жасына қалмаңыздар, жала жауып отқан ағайындар. Алладан қорқыңыздар. Менен қорықпасаңыз да, Арге мырзадан қорықпасаңыздар да, бір Аллахтан қорқыңыздар. Бұл жерде ешқандай финансы пирамида жоқ. Бәрі таза, бәрі адал. Алла куә. Аллах ұлық. Алладан қорқыңыздар. Құрметті жала жабушы ағайындар. Жақсылықта жарысыңыздар. Әркімнің өзінің ризық несібесі бар. Может, конкурент деп, может, зияндарыңыз тигізгілеріңіз келетінше, жоқ, конкурент, ешкім конкурент бола алмайды. Әркімнің өзінің ризық несібесі бар. Бір адамның ризық несібесін екінші адам тартып ала алмайды. Сіздердің ризық несібеңізді мен ала алмаймын, менің ризық несібемді сіздер ала алмайсыздар. Сондықтан мынау жала, жаңалықта, телевизияда, телеарнада, әлеуметтік желіде болып жатқан нәрсенің бәрі жалған. 100% жалған. Еріп кетпеңіздер. Кішкене ойларыңызды тереңнен ойланыңыздар. Не болса соған еріп кете бермей. Біздің мықтылығымыз, біздің ертеңіміздің болашағы біздің бірлігімізге байланысты, әркімнің сөзіне еріп кетуге байланысты емес.